Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 түрлі пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тегін мастер-класс, сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Бұл мастер-класста сіз пиццаның оригинал қамыры мен соусын жасап үйренетін боласыздар. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Бізге жылы сүт, жылы су, сұйық май, ашытқы, тұз, қант және ұн қажет болады. Қамырымызды илеп, 1 немесе 2 сағатқа жылы жерге ашытып қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болды. Енді осы қамырды 3 бөлікке теңдей бөлеміз. Енді біз пиццаның соусын дайындайтын боламыз. Бізге осындай сацебили қажет. Ол кез келген дүкендерден таба аласыздар, немесе қолдан да жасалған сацебили да болады. Одан соң қант және де орегано дәмдеу үшін қосамыз. Соусымызды орташа отқа қойып, 3 минуттай қоюланғанша араластырамыз. Енді біз пиццамызды жасайтын боламыз. Қамырымызды осылай оқтаумен жайып алсақ та болады, немесе пицца пісіретін арнайы формамен пісіруге болады. Майлап аламыз да, қамырды қолымызбен басып, домалақ пиццаның формасына келтіріп жасап аламыз. Және де осындай пицца жасайтын форманы алсаңыздар, өте керемет, жұқа пиццаларыңыз 5-6 минутта пісетін болады. Енді соусымызды құямыз. 2-3 қасық соусты тура ортасына құйып, айналдырып жағып шығамыз. Соусымызды жағып шықтық. Енді моцарелла сырымызды үккіштен өткізіп, соустың үстіне қойып шығамыз сырларды.
Пиццаға тек қана моцарелла сырын қосыңыздар. Сонда пиццаларыңыз ағып, өте дәмді болып, жұмсақ болып піседі. Және де моцарелла сыр 41%-дан жоғары болу қажет. Көп адамдар негізі пиццаны жасап жатқан кезде сырды ең үстінен қосатындар бар. Ол сыр қатып қалуы мүмкін ондайда. Ал тура осы мен жасап жатқан тәсілмен жасасаңыздар, пиццаларыңыз өте дәмді және жұмсақ, сырларыңызда еріп тұратын болады. Мен қазір пепперони пиццасын жасап жатырмын. Мен халал колбасалардан жасаймын. Барлық колбасаларды осылай қойып шығамыз да 220 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Сонымен пиццамыз дайын. Енді біздің келесі жасайтын пиццамыз ол қазыдан жасалған пицца. Тура жаңағыдай қамырымызға соусты жағып аламыз. Моцарелла сырын үккіштен өткізіп қойып шығамыз. Одан соң қазыларымызды әдемілеп қойып шығамыз. Және де мен қазыны алдын ала 2 сағат бойы пісіріп алғанмын. Турап енді пиццаға салатын боламын. Тура жаңағыдай 220 градуста 5-6 минут бойы пісіріп аласыздар. Сонымен қазымен жасалған пицца да дайын. Енді үшінші пицца ол маргарита пиццасы. Соусымызды жағып, моцарелла сырды үккіштен өткізіп, қызанақтарымызды қойып шығамыз. Одан соң 220 градуста 5-6 минут духовкада пісіріп аламыз. Сонымен маргарита пиццамыз да дайын. Пиццаны 15-20 минут бойы пісірудің қажет жоқ, қатып қалады. Одан да 5-6 минут пісірсеңіздер, пицца өте жұмсақ және де сыры да ағып тұрады. Міне пиццаларымыз да дайын болды. Бұл пепперони пиццасы, қазыдан жасалған пицца және маргарита пиццасы. Пиццалар өте тез және оңай дайындалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тура мейрамханадағыдай болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Және де менің каналымда көптеген дәмді тағамдар мен мастер-класстар бар.